Судың пайдасы: күніне қанша су ішу керек? Әрбір адам тәулігіне 2-3 литр су ішу керек екенін білсе де, көбісі бұл тәртіпті ұстана бермейді. Көпшілігі бұл норманың тым көп екенін айтады. Ауыз суды ішу тәртібін дұрыс ұстануды үйренуіміз керек. Маңызды 5 жағдайға тоқталамыз. Граммен қанша ішу керек? Америкалық ғалымдардың зерттеуі бойынша қатты калорияға қарағанда сұйық калориялар маңызды. Яғни біз ішетін сұйықтық кейде жейтін құрғақ тамақтан да қатты семіртеді. Оның ішінде дамыған елдерді жаулап алған тәтті сусындар адамдардың семіруіне себепші болады. Сондықтан да барлық диетологтар қарапайым таза суды ішуге кеңес береді. Бірақ қанша ішу керек? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамға қажетті судың мөлшерін есептеп, 1 келі салмаққа 30 мл судан кететінін анықтады. Яғни, салмағы 70 келі адамға тәулігіне 2 литр су керек. Ол не үшін керек? 1. Салмақ тастауға көмектеседі. Салмақты тез түсіру үшін суды қай кезде ішу керектігі жайлы ғылыми деректер бар. Вирджиния университетінің америкалық ғалымдары суды қай уақытта ішкенде салмақ түсетіні жайлы жаппай зерттеу жүргізді. Ғалымдар зерттеуге қатысушыларды 2 топқа бөлді. Онда қатысушылардың алғашқы тобы тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стақан су ішуге міндеттелсе, ал екінші топтағылар әдеттегідей күнделікті қалыппен ішуі тиіс болды. Бірақ екі топтағылар да есеп бойынша қанша су ішу керек еді, сонша ішті. Ал тәжірибенің қорытындысы бойынша суды тамақтану алдында ішкендер екінші топтағыларға қарағанда орта есеппен 3 келі артық салмақ жоғалтты. Жалпы түсінік бойынша су асқазанды толтыратындықтан тиісінше асқазанға аз мөлшерде ғана тағам сияды. Бірақ біз тек судың арқасында ғана арықтамаймыз. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы жеделдетіледі. Егер сіз ағзаңызға қажетті мөлшерде су ішетін болсаңыз, метаболизм шамамен 3%-ға жұмыс істейді. Яғни осы пайызға байланысты адам жылдам салмақ тастайды. Бұл көп болмаса да күн сайын болатын процесс. Егер ағза сусыздандырудан зардап шегетін болса, онда ол суды барлық мүмкін бұрыштарға жинауға кіріседі. Ал ол бұрыштар ең алдымен біздің майлы тініміз. Яғни, егер сіз суды аз ішсеңіз, семіре бастайсыз. Алдымен тамақ ішкіңіз келгенде 1-1 стақан су ішіп, өзіңізге шағын тәжірибе жасап көріңіз. Мүмкін ағзаңыз осындай жолмен өзіне тамақ емес, су жетіспейтінін көрсеткісі келген шығар. Айта кету керек, диетологтар бәрінен де ең маңыздысы таңертең аш қарынға 1 стақан су ішу керек дейді. Жарты сағат бұрын болмаса да, тамақтанудан кемінде 15 минут бұрын аш қарынға асықпай 1 стақан су ішу керек. Егер асқазанның қышқылдығы қалыпты болса, лимонның жартысын сығып суға қоссаңыз болады. Бұл зат алмасу процестерін, жалпы бүкіл ағзаны оятуға көмектеседі. Суды күніне 1-5 литрден біртіндеп дұрыс ішу керек және бірте-бірте ұсынылған мөлшерге дейін жеткізу қажет. Бірақ жанкештілікке салынбай ішу керек, өйткені бірден көп мөлшерде су ішу созылмалы аурулардың өршуіне әкелуі мүмкін. Ең бастысы, қарапайым ауыз суды ішу керек. Себебі шай, кофе, кока-кола, шөптік шайлар секілді басқа сусындар несе байдайтын әсерге ие. Яғни, олар денедегі су жетіспеушілікті одан әрі арттырады. Сондай-ақ кофе, компот, сүт, лимонад, түрлі шырындар да су емес, сұйық тағам. Яғни, олар қарапайым ауыз судың қасиеттеріне ие емес. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.